Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен судак балығын пеште пісіріп үйренетін боламыз. Өте жұмсақ және өте оңай, тез дайын болады. Ең бастысы, ендеше менімен бірге жасап көріңіздер. Бізге қажетті ингредиенттер: судак балығы, пияз, бұрыш, приправалар өз қалауыңызша, сұйық май қажет болады. Егер сіздерде болса, лимон қоссаңыздар тіптен жақсы болады. Ең алдымен балығымызға тұзымызды, бұрышымызды, приправаларымызды салып 10-15 минутқа маринадтап қоямыз. Біздің балығымызға тұз, приправалар кішкене сіңіп тұру үшін мен солай жасадым. Оған дейін біз пиязымызды турап аламыз. Балықтың бүткіл жеріне осылай приправа, майларымызды жағып аламыз да, бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоясыздар. Енді пиязымызды турап аламыз. Бізде судак балығы негізі піскен кезде құрғақ болып қалады екен қатты, сол үшін мен пияз қосып пісіруді жөн көрдім. Сонда кішкене сочный болып шығады дейді ғой, сондай болады. Пияздарымызды турап, үстіне тұз, приправаларымызды салып, осылай араластырып алдым. Енді ыдысымызға сұйық майымызды құйып, үстіне пиязымыздың жартысын төсеп шығамыз. Үстіне балықтарымызды орналастырып қойып аламыз. Енді қалған пиязымызды балықтың үстіне төсеп шығамыз. Егер сіздерде лимон болатын болса, міндетті түрде қосыңыздар, өте дәмді шығады. Міне, барлық пиязымызды салып алдық. Енді пешке 180 градуста 30 минутқа қоясыздар. Міне достар, біздің балықтарымыз пісті. Гарнирге күріш немесе пюремен бірге ұсынсаңыздар болады. Міне қарасаңыздар, өте жұмсақ болып піседі. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар және менің арнама тіркеліп алыңыздар.